Саналы даму алаңына қош келдіңіз. Құрметті аналар, ұстаздар, тәрбиешілер, жалпы ана болуды жоспарлап жүрген біздің қыз-келіншектер, сіздерге арнап бала психологиясы атты осы шағын курсты түсіріп отырмын. Мен Сымбат Қазбекқызы, саналы даму алаңының негізін қалаушы, цифрлы психолог, 5 жылдық тәжірибесі бар коуч, сонымен қатар 3 баланың анасы ретінде барлық тәжірибе мен білімді салып, осы курсты дайындадым, қабыл алыңыздар. Көп білгеннен емес, көргеннен сұра. Оқығаннан емес, тоқығаннан сұра дейді. Екеуі екі бөлек шындық, екі бөлек әлем. Басқасы дәл осы бала тәрбиесінде, бала психологиясында көрген де, тоқыған да білікті, тәжірибелі аналардың бірі боламын. Себебі дәл осы қиындықты өз басынан өткізіп, оның не екенін жақсы түсінемін. Цифрлы психология ғылымының шеңберінде негізделген осы біздің шағын курсымыз сіздерге не береді? Баланың психологиясын түсінесіздер. Басқасы цифрлы психология ғылымының шеңберінде. Цифрлы психология ғылымы басқа психологиядан өте қатты ерекшеленеді. Мысал үшін, психологияның түрі көп. Дін психологиясы, дәстүрлі психология деген секілді. Цифрлы психология әрбір адамның нақ табиғатын талдап беретін психология. Яғни осы цифрлы психология арқылы сіздер 9 баланың табиғатын түсінесіздер. 9 баланың ойы қандай, мінезі қандай, тілі қандай. Сіздерге ең бастапқы осы 3 кілтті түсінетін болсаңыздар, тіпті осы шағын курсты көргеннен кейін ақ сіздер балаларыңызға басқаша қарайсыздар. Баланың тілін, ойын, мінезін түсінетін боласыздар. Сіздерге ең негізгі осы кілтті береді. Нәтижесінде ұлы Абай атамыз айтпақшы, бала деген тал секілді. Қалай егесің, қалай күтіп баптайсың, сол жаққа қарай иіледі. Бала деген ақ қағаз секілді. Қағазға не жазасың, сол қалады. Осы шағын курсты алғаннан кейін нәтижесінде сіздер баланың психологиясын нақ түсінесіздер. Өзіңіздің қалауыңызбен емес, бұрынғыдағыдай мен айттым болды істеуің керексің емес. Ол нені қалайды, ол не ойлап тұр, оның мінезі қандай. Сіздер баланың психологиясын есепке ала отырып, баланың тілімен сөйлесіп үйренесіздер. Нәтижесінде баланың да психоэмоционалды фоны бір қалыпты, оның салдары денсаулығына ешқандай зиян келтірмейді. Аурудың бәрі психоэмоционалды фонның бұзылуынан болады.